Сәлеметсіздер ме көрермендер. Бүгін менің ең сүйікті киноларымның бірі 2002 жылғы Человек-паук фильміне шоу жасаймыз. Бірінші сценадан бастап кадрдың артында жігіт өзіне мен кіммін деген сұрақ қойып, өзінің қиындықтарға толы өмірін баяндай бастайды. Міне мына қыз Мэри Джейн Уотсон, жігіттің балалық шақтан жасырын ғашық болып келе жатқан көрші қызы. Мектеп автобусына кешігіп қалған кейіпкеріміз Питер Паркерді сыныптастары тіптен автобус жүргізушісі де мазақтап менсінбейтін тәрізді. Тек Мэри Джейннің "ағай, қойсаңшы" деген сөзінен кейін ғана көлік тоқтайды. Ішке кірген ұялшақ оғымыстыны ешкім жақтырмайтындай. Орында бергісі келмей, екі көзі қызға қадалып бара жатқан сәтте біреуі тіптен әдейі аяғын созып құлатып кекетеді. Сыныбымен жаралыстану факультетіне келіп, МД оған қарап былай істеп еді. Жігіт мәз болып, ол да сәлем деп еді. Сөйтсе қыз оған емес, артындағы қыздарға қолын көтерген екен. Ай байқысай. Сол жерге қымбат машина тоқтап, Питердің жалғыз досы Гарриді көреміз. Әкесі Норман Осборн екеуі арасындағы әңгімеден ара қатынастары шиеленіскенін түсінеміз. Гарри досын тоқтатқан соң еді, әкесі "мә, сөмкеңді ұмыттың балам" деп Питермен танысып, оның ғылымға жақын екенін біліп, "мен де негіз ғалыммын" деп Питердің оның нанотехнологияға қатысты зерттеулеріне реферат жазып, әке-шешесіз көкесі мен жеңгесінің қолында тұратындығын біліп, "жарайсың" деп ырза болып қалады. Гарри "сәл сөйлессеңдер сені асырап алар еді" деп әзілдейді. Өрмекшілер толы факультетке кіреді. Қарасақ, оқымыстының төрт көзі тағы да жігітімен жүрген МД-де. Мектеп газетіне кадрлар алмақшы еді. Сынып атаманы Флэш Питерге, артынша Гарриге тиіседі. Питер досына өрмекшілер жайлы қызық деректер айтып еді. Досы "басқа нәрсе айтшы" деп дәл сол жерде МД-ді көріп, Питердің батыл бармаған соң өзі жақындап, қызға қырындап, Питердің өрмекшілер жайлы айтқан қызға айтып, очко жинап алады. Ғылыми қызметкер "міне мұнда 15 супер өрмекшілер бар" дегенде МД "апай, мұнда 14 қана" деп айтады. Сөйтсе ол назардан тыс жоғарыда жүр екен. Қыз жалғыз қалғанда Питер қатты ұялса да, әйтеуір қызға келіп газетке фотоға алайын деп едім деп түсіріп жатқанда жоғарыдан әлгі өрмекшінің түсіп келе жатқанын байқаймыз. Қыздан бас айналғыр соқыр махаббат-ай демекші, қолына өрмекшінің түскенін байқамай қалады. Өрмекші болса деп шағып жаймен кетіп қалады. Дәл тамырынан шағыпты. Артынша экраннан жігітті шаққан өрмекшінің жаңа түр екендігін аңғарамыз. Кадр Оскорб компаниясына ауысады. Әскер генерал мен Оскорб компаниясының акционерлері глайдер атты жаңа технологияны тамашалап тұр. Генерал адамның физикалық қабілеттерін күшейтетін дәрі жайлы сұрастырады. Көмекшісі жануарларға салғанда олардың физикалық қабілеттері күшейгенмен олардың агрессиясы қатыгездігі де арта кетті дегеніне Осборн "жо, уайымдамаңыз, бәрі ойдағыдай" деп көндіреді. Генерал 1-2 апта ішіне дайын болмаса зерттеулерді қаржыландыруды тоқтатамын деседі. Питердің көкесі Бен мен жеңгесі Мэйдің үйіне ауысамыз. Жақында ғана жұмыстан айырылған шал үйдің жалғыз асыраушысы болғандықтан жаңа жұмыс іздеп газет оқып тұрғанда кішкене өзін біртүрлі сезініп тұрған Питер кіріп, дереу жоғарға кетіп қалады. Көкесі мына балада бәрі жақсы ма" деп уайымдайды. Кіре салып, ап-арық жігіттің денесін көреміз. Көрпешеге оралған күйі, шаққан жері ісіп кеткен жігіт өрмекші бейнесі аралас галлюцинация көріп өлер аузында жатыр. Арғы жақта Осборн зерттеуді тез бітірмесек контрактыны басқа біреуге береді деп көмекшісінің ескертулеріне қарамастан әлі шикі дәріні өзіне салып тексермекші болады. Өзін кушеткаға байлап, камераға кіргізіп, инъекцияны енгізіп, ол жасыл түтін болып себіліп бөлмені алады. Компьютер қараса, оның бұлшықеттері айтарлықтай үлкейіп, пульсі нормада. Бірақ аяқ асты көзі кетіп қалған еркек өзімен өзі шайқалып, сол жерде пульсі тоқтап, о дүниелік болады. Көмекшісі бұзылып кеткен түрмен оны есіне келтірмекші болады. Қараса пульсі оралады. Оянған көз оның мойнынан ұстап алып, нақұрыс түрмен оны лақтырып кетеді. Көмекшісі өліп, өзі жаңа кейіпте дүниеге келеді. Сол арада мына жігіт те оянады. Кеше ғана өлер аузында жатқан Питер тұра салып, көзілдірігін кисе, ол оған қажет емес-ау. Көзі керемет көріп тұр. Қызық. Үпіріп қалса құлайтын жігіт бүгін қараса, бұлшеттері өсіп, түр апаты кіріп қалыпты.
Жеңгесі жақсарып өзгеріс бар ма десе, төмен қарап, иә, үлкен өзгерістер бар дейді. Арғы үйде тұратын MJ'ді көріп, көңілі көтеріліп, секіріп тұрып төмен түсіп, тамақ шайын ішпей сыртқа шыққанда Мэри Джейн арақ ішкен әкесімен ұрсып шығып кетіп бара жатқан байқап, артынан еріп, тағы да шансын қолдана алмайды. Қыз сыныптастарымен кетіп қалады. Қараса мектеп автобусы кетіп бара жатыр. Жүгіріп тоқтатпақшы болып еді, сыртындағы қағазы өзімен өзі қолына жабысып қалады. Гарри үйіне келсе, жерде жатқан әкесін көріп, әке не болды дегеніне, еркек бүгінден де жоқ, ешнәрсе есіме түспей жатыр деген сәтте жұмысындағы әйел келіп, түнде доктор Стронды біреу өлтіріп, глайдермен костюмді біреу ұрлап кетіпті десе, еркек шок болып қалады. Мектепке ауысамыз. Тамақ ішіп отырып, MJ өтіп баратыр еді, қыз сүрініп кетіп еді, жігіт деп адам сенгісіз түрек жасайды. Қыз таңғалып, линза алғансың ба не? Көзің әдемі екен десе, жігіт не айтарын білмей тілін жұтып қояды. Келіп отырса, қолына шанышқы жабысып қалыпты. Тартса, қолынан мынандай нәрсе шығады. Байқауыста атылып, оны тартып қалса, жеп үзілмей, тамақпен бірге артында отқан атаман Флешке былш етеді. Жігіт жіп жабысқан күйі жай орнынан тұрып кетіп қалады. Флеш, Паркер, сен ба? Қазір көрсетем деп артынан келе жатыр еді. Питердің сезу қабілеті 100 есе артқанына сенбей тұр еді. Дәл артынан мынаны көріп, шетке қашып үлгереді. MJ кездейсоқ болды, Флеш тасташы десе, Питер көтін қыштырып, мен сенімен төбелескім келмейді дейді. Флеш қанша ұрса да жігітке тигізе алмайды. Екіншісі қосылып еді, былай айналып түседі. MJ Гарриге көмектесші дейді. Ол кімге көмектесейін деп түсінбейді. Соққылары еш өтпей, Питер оны ұстап алып, дәліздің ары бетіне сау саламатпен ұршап жібереді. Жігіт не болып жатқан білмей, сыртқа жүгіріп кетеді. Қасындағылар көргеніне сенер емес. Тыныш жерге келіп, шаққан жеріне, шіп атылған жеріне қарап, жоғарыда өрмек тігіп жатқан өрмекшіге көз тастайды. Қолына қараса, мынандай нәрселерде өсіп тұр екен. Қолын дуалға қояды. Екіншісін жігіт өрмекші сияқты өрмелеп жатыр. Төмен қарайды деп өзінің супер қабілетке емдегеніне көз жетіп, үйден үйге секіріп, балаша қуанады. Секіру қиын бір жерге келіп, қолынан жіп шармақшы болып, неше түрлі әрекеттер жасайды. Бірақ жіп шыға қоймайды. Соңында былай істеп қалса, тағы қайталап, кранға жабыстырып, арғы бетке өтпекші болады. Ал кеттік. Секіріс. Ай байқысай. Үйіне түн жарымда бірақ келеді. Көрші бетті MJ мен әкесі ұрсып жатқан байқап қалады. Қоқыс тастауға шыққанда MJ мен әлгі төбелес жайлы сөз қозғап, қыз мен актриса болғым келеді деп сырын айтса, жігіт мен сені бірінші сыныптағы рөлің әлі есіме дегеніне қыз жібеп қалады. Жылы әңгімені жаңа машинасымен келген Флеш бұзады. Қыз жігітіне құтты болсын деп жүгіріп кетеді. Питер бәлкім MJ-ді сындыру үшін машина керек шығар деп газеттерден неше түрлі маркаларды көріп, артынша жаңа костюмнің түрлерін ойластыра бастайды. Ақыры мынандай түріне тоқтайды. Сәлден соң жаңа қабілетіне әлі тоймаған жігіт бөлмесін сындырып мындыра бастайды. Жеңгесі келіп, соңғы кездері біртүрлі болып жүрсін деп есігін жапса, бөлмесі мынандай болып кетіпті. Арғы жақты Норман газеттен өзінің зерттеулерін басқа компанияға беру мүмкіндігі жайлы оқып жатқанда, үйінен бір күлкінің дауысы шығады. Еркекпен бір нәрсе болып жатыр. Мына жақта Бен атамыз, мына балаға соңғы кездері не болды? Сөйлесіп көрейін деп сылтауратып кеттік, керек жеріңе алып барып тастаймын деп машинада отырып, балам, бұл жаста адам өзгереді. Әлгі бала Флеш жазалануға лайықты шығар, бірақ ұрып соғуға күшің жетсе де, сен олай жасауға құқың бар деген сөз емес. Есіне болсын, күшің артқан сайын жауапкершілігіңде артады деген сөздерін басы айналып жүрген Питер бақан сияқты маған өмірді үйретпей қойшы деп ауыр сөздер айтады. Атамызға бұл ауыр тиеді. Мақұл болам деп кеткенде жігіт мектеп емес, ақшаға төбелесетін жерге келеді. Шулаған халыққа тол рингтегі еркектердің біреуі екіншісін жерге қадап жеңіске жетіп жүргізуші ал келесі кім деп шақырады. Ешкімнің әлі жетпейтін еркек кезек-кезек бәрін жеңіп жатыр. Питер келіп жазылып еді, әйел балама көтіңе қарамайсың ба десе, жоқ, жазыңыз дейді. Жүргізуші, ол мен кім 3 минут жаса, оған $3000 төлейміз дейді. Келесі претендентке келіп, атың кім? Өрмекші Сапиенс дейді. Жоқ, бұл есім болмайды деп халыққа қарсы алыңыздар, қайталанбас, өрмекші адам деп таныстырады. Халайық оны көріп, өлдеп, барынша менсінбей мазақтай бастайды. Рингке кіріп еді, оны тор сияқты жан-жағынан жауып тастайды. Көпшілік кімге жақ екендігі көрініп тұр. 3 минут кетті.
еркектің күш көрсету әрекеті сәтсіз. Жігіт секіріп кетеді. Бұқмарын түстегеніне Питер оған прикол тығып, ары мұнда ұшқанмен қолына орындық алып, ақыры құлатып, мә оны сындыр деп темір береді. Жерде жатып, мұрын, ауыз, бет сөтіне аяқ соққысы кетеді. Ақыры Геракл сымақты нокдаунға жібереді. Залдағылар енді өрмекші де айқайлай бастайды. Мырзалар мен ханымдар, алдарыңызда жеңімпаз өрмекші адам деп жар салады. Ұйымдастырушыдан ақша алуға келсе, ол $3000 орнына $100 береді. Басқасы қайда? Салам, бұл 3 минутта ұтсаң беретін ақша, ал сен оны 2 минутта ұйықтаттың. Бұл менің проблемам емес деп жауап береді. Кейіпкеріміз шыққан сәтте, онда бір еркек кіріп, анаған қаруын тақайды. Ақшасын алып қашып бара жатқанда, Питер оны ұстаудың орнына жай тұра береді. Тонаушы рахметін айтады. Ана болса, ұстасаң нең кетіреді дегеніне, Питер бұл менің проблемам емес деп жайып қалады. Сыртқа шықса, бір полицейліктердің дауысы. Анда топырлаған адамдар. Жігіт асықса барып қараса, жерде өлер халде жатқан көкесін көреді. Сөйтсе біреу машинасын ұрлап, атып кетіп қалған екен. Атамыз соңғы рет көзін ашып, балам деген сөзбен көзін жұмады. Жігіт жылап жібереді. Сол жерде оның мұңы ашуға айналып, шынданып тұрып, маскасын киіп, дуалдарға өрмелеп, үйден үйге секіріп, ақыры қылмыскерді байқайды. Жібін атып қорқысады. Әйтеуір жіптерін қолданып, өлмекшідей шабастайды. Полицейліктерден қашып бара жатқан қылмыскердің машинасына секіріп, оған кедергі келтірмекші болады. Сәтсіз. Жолай келе жатыр еді. Алдына секіріп, терезесін сындырып, көлігі соғылып, қылмыскер тасталып кеткен үйге кіріп кетеді. Іште прожектордың жарығынан мынандай көлеңке байқаймыз. Көті дірілдеген еркектің артынан мынандай силуэт түсіп, жай жоқ болып кетеді. Ызаға берілген жігіт оны соққа жығып, соңына бетіне қараса, бұл әлгі өзі жібеп жерген тонаушы еркек екен. Бір сәтке мән болып, тонаушы атпақ болғанда, қолын қайыстырып, еркек өзі сүрініп, терезеден құлап мерт болады. Полицейліктер келсе, ешкім жоқ. Жігіт мұнараның шыңына отырып, өзін-өзі кінәлап, қайғырып, үйіне келіп, Мэй апамызды көріп, қосылып, мұңға беріледі. Келесі кадрда генерал ақыры зерттеулерді басқа компанияға бергенін көреміз. Сынақ алаңында жаңа экзоскелетті тексеріп жатқанда деген күлкінің артынан ұшып келген адам барлаған және де генералды қосып, ол жерді көкке көтереді. Бірнеше айдан кейін Питер мектепті бітіріп, жағдайлары туырланған тәрізді. Гарри оған, досты, әкеміз бізге Нью-Йорктан пәтер алды деп, Осборн ұлын келіп құттықтап, Питерге келіп, оны одан сайын мақтап еді. Артындағы Гарриден кішкене қызғанышты байқаймыз. Ары кетіп, Гарри сол арада МЖ-дің Флэшпен айылысқандығын байқап қалады. Кешке Питер көкесіне айтқан соңғы сөзім ауыр болды деп өгініп отқанда, Мэй апамыз келіп өтті кетті. Ол сенің жақсы адам болатыныңды білген деп жұбатады. Жігіт өзінің салған костюмін алып көкесінің есіңде болсын балам, күшің артқан сайын жауапкершілікте артады деген сөзін есіне алып, жаңа кейіпте Нью-Йорктың көшелерінде ұшып, дүкен тонаушыларды шеттерінен ұстап, халыққа көмектесе бастайды. Жаңа қаһарман дереу газет беттеріне шығады. Адамдардан алған интервьюлер, сұхбаттарда кейбіреулер оны ұнатса, кейбіреулері жақтырмайды. Біреулері ол әйел десе, басқалары ол сондай тәп-тәттіші деп ғашық болады. Ал мынау сияқтылар оған арнап әуенде ойлап табады. Сөйтіп, жаңа кейіпкермен танысамыз. Daily Bugle газетінің басшысы Джей Джона Джеймсон. Жәкеміз кім оланбаған, ора қылмыскер жүксірін деп жаңа батырды аса шақтырмайды. Жәке, әйеліңіз қоңырау шалып жатыр. Жәке, алтшы бетті қараңызшы деп, Пайғыстың миы әрдайым ашып отырады. Көмекшісі, өрмекші адам жайлы газеттер жақсы өтіп жатыр десе, ол дереу, оны бірінші бетке қылмыскер деп шығарыңдар деп бұйырады. Кейіндеу кафеден шығып бара жатқан МЖ-ді Питер байқап, әй деп аманасып, қыз оған, мен театрдан жұмыстан шықтым деп, бірақ артынан келген бастығын көріп, кафеде істейтіндігін түсінеді. Оған қоса қыз, оған Гарримен кездесіп жатқандығын айтып, Питерді кішкене тығырыққа тірейді. Пәтерге келіп, Гарри оған МЖ-мен кездесіп жүргендігін айтпағандығына іштей қапаланып, әкесі де, балам, кім жаңа қызың десе де айтпайды. Осборн Питерге жаңа жұмыс ұсынып еді, ол кешіріңіз, жұмысты мен өзім табам дегенде, еркек жарайсын десе, ол тағы да іштей қызғанады. Ол жерден Пит газеттегі өрмекші адамның суреттері қажет дегенді көріп, қылмыскерлермен күрескен жеріне фотоаппарат қойып, өзін түсіріп, Джей Джона Джеймске алып келеді.
еркек көріп $200 аз ғой, бар кет құралда, кетіп баратса әкел 400 берін деп қайтарып алады. Мә, бірінші бетке өлмекші адам қаһарман ба, жексұрын ба деп шығар десе, Питер жоғыл адамдарға көмектеседі ғой. Жәкең бір жерінде қыста фото түсіріп жүре берсе балам деп бұйырады. Оскорбқа ауысамыз. Норман қарсылас компаниямыздан озып табысы көбейді деп ырза болып отыр еді. Компанияның акционерлері бір ауыздан сол үшін басқа компания біздің акцияларымызды сата алмақшы. Билікте бәсекелестік жүрмесін деп сені алып тастамақшы деп шок қылады. Ол бұл компанияның негізін құрған мен ғой, қалай дәттерің бар деп ашуланады. Біраз тұрады, солай ма деп ыржияды. Қаладағы мерекелердің бірінде жүріп Паркер өзінің газеттегі жаман атты болып жүргеніне көз тізеді. Жоғары жақта Оскорбтың акционерлері мен Гарри де сол жерде МЖ мен жүр екен. Қызды сүймекші еді, ол оны қаламағандай болады. Төмен қараса, Питер қарап тұр екен. Кеттік деп еркектен әкемді көрмедіңіз бе дейді. Жоқ, көрмедім. Сол жерде Питердің сезгіштігі бір нәрсе дұрыс емес деген белгі береді. Иә, дәл солай. Аспаннан ұшып келе жатқан фигураны байқаймыз. Бүкілдің назары соған аударылады. Акционерлер біздің костюм емес пе дейді. Жұрт көріп оны өзінше мәз. Зұлым күлкімен аналар тұрған жерге гранат лақтырады. Балконнан түскен бөлшектері адамдарға түсіп баратқанда Паркер екеуін құтқарып қалады. Балкон құлайын деп МЖ қатерге түседі. Жасыл костюм келіп, Норманды жұмыстан шығарғандарға граната тастап, тұрған жерлерінде күлге айналдырады. Гарриге тас түсіп талып қалады. Питер дереу костюм киюге жүгіріп кетеді. Жасыл костюмдегі қызға келіп еді, мына жақтан деген соқ қалады. Глайдері барып әуе шарына кіріп кетіп, кішкентай бала қауіп қатерде қалады. Кейіпкеріміз үлгеріп құтқарады. Глайдерс қалған жасыл полицейліктерді ұйықтатып, келіп жеткен өрмекшінде арғы бетке ұшырып, глайдермен қуалап, жігіт МЖ-ді құтқарайын деген сәтінде қағып алып, тіреп тұрып ұрады. Әйтеуір глайдерін зақымдап, әлі жалғамыз деп ұшып кетеді. Қыз енді жерге құлағанда құтқарып өзімен алып кетеді. Қалай оларды шапалақпен шығарып салады. Қыз да бұған сенер емес. Оны тастап кетейін деп еді, қыз кімсің айтсай десе, сен мені танисың деп секіріп кетеді. Кешке Гарри қоңырау шалып, қалайсың десе, жігітіне мені өрмекші адам құтқар дегеніне арғы жақта Питер естіп, өзінше күліп қояды. Гарри, кешір, сен қадам жасамаған соң мен сөз салып қойдым деп кешірім сұрайды. Кейін Осборн үйінде біреудің дауысын естиді. Әй, Осборн, мені танисың ба дегеніне, ол кімсің, қайдасың деп түсінсе бермасын. Анда-мұнда үйіндегі маскаларға және соңында айнаға қараса, өзінің зымиян күлкімен қарап тұрған көреді. Ол сенің жолыңа келтіргендердің өлуі кездейсоқ деп ойладың ба? Оларды сен өлтірдің. Жоқ, біз өлтірдік. Біз? Лабораторияда не болғаны есінде емес пе? Жоқ. Ақыры болғаны есіне түсіп, зұлым эгосы өрмекші адамды қосып алсақ, бізді ешкім тоқтата алмайды деп дене түршігерліктей күлкі жасайды. Дейли Бюглда Жәкең Паркерге әлгі жасыл костюмдегі ат ойлап таптым. Жасыл гоблин деп мақтанып, өрмекші адамды әдеттегідей жамандап, Паркер шыққан сәтінде ішке деп гоблин кіріп, Джеймсон, өрмекші адамды кім түсірді? Айт деп қанша қинаса да, мұжыншал жоқ деп тұрып алады. Сол сәтте өрмекші адам келіп еді, алмасылар екеуін біргесінер ма деп бастаса, Питер деп аузын жабады. Гоблин қолынан ұйықтататын дәрі шығарып, оны қағып алып үйлердің төбесіне оянғанда, балахай, білем сен жассың. Қара, сенің бір кемшілігіңді көріп еді, барлық жақсылығыңды ұмытып кетті. Маған қосыл, екеуміз сен ойламаған белестерге жетеміз. Ойланып көр деп ұшып кетеді. Шынымен де, газеттің келесі нөмірінде Гоблин мен өрмекші қаланы шоғалтып жатыр. Тұрғындар оны қамауды сұрайды деген жазбаны көреміз. Паркер МЖ-ге келіп, театрға қабылдады ма деп сұрауға келіп, тамақтануға шақырса, Гарри мен кешкі ас бар екен. Қыз, сен осы соңғы кездері маған қатты қызығып жүрсің десе, жігіт қызарып, жоға деп тағы тілін жұтып қояды. Қыз кетіп, бұрылып баратыр еді, оның артына түскен екі жігітті көреді. Киімін кимесе болмас. Қызға жабылайын деген сәтте құтқарушы келіп, барлығын айпап жайпайды. Маскасы шешіліп кетіп еді, ары қашып кетеді. Қыз қарап қалса, төбеден сен осы қиын жағдайға түсіп қала бересің десе, қызда сен де мені құтқара береді екенсің деп, өзінің құтқарушысын бос қалдырмайын деп, маскасын кішкене шешіп, жаңбыр астында сүйісіп, тағы да көзден ғайып болады. Ертесі үйлердің бірінде өрт шығып, байғұс әйел баламды кім құтқарар дегеніне, өрмекші адам самғап келіп, өрт үйге кіреді. Әйел жалынып тұр еді, от одан сайын жалындайды. Бірақ шүкір, өрмекең оны аман есен алып шығады.
полицейлікте тоқта, сен арестке аламыз деген сәтте төбеде тағы да бір әйелдің дауысы шығады. Полицейлікке қарайды. Мақұл, келген соң арестке алам дейді. Іште өрт жалындап жатыр екен. Әйел ана жақта тұрған сияқты. Мэм, тынышталыңыз деп қарап қалса, Гоблин менің айтқан ұсынысым жайлы ойландым ба деп қолында граната жасырып тұр. Жауабы жоқ деген соң лақтырылған граната бөлшекке бөлініп, өлмекші икемденіп аман қалады. Тыныштала қоймайтын ұшқыштар төбелес арасында қолын жырып кетеді. Жақсылап бір соққы жасап, өлмекші ғайып болады. Гоблин өрттен үйге өтіп, Норманға айналады. Гарри әкесіне MJ-мен таныстыру үшін аса күтуде. Осборн қызбен танысып, оған сын көзбен қарағандай болады. Сол сәтте төбеден дауыс шығады. Бұл ұшып келген Питер. Гарри ол не үйде ма деп қалады. Ол енді кіргені сол еді, басқалар кіріп қалады. Көріп қойды. Бірақ кірсе, ол жоқ. Камера төбені көрсетеді. Осборн енді шығып бара жатыр еді, оны жырып кеткен қолынан қан тамшысы ағып кетеді. Норман байқап күтік ұстап, жоғары қараса, жоқ, сыртқа шығып төмендегіні көрмейді. Сосын ол түк болмағандай алдыңғы есіктен кіріп, мынаны алу үшін айғайлап қалған кемпірмен ұрсып қалдым деп әзірлейді. Досы мен MJ-ді бірге көріп, біртүрлі болады. Апамыз тамақты қойғанда Норман бұлай істеп еді. Апамыз алдымен тамақты тураңыз. Ол мынандай көзбен пышақ қайрай бастайды. Апамыз, Питер, қолыңа не болған? Жай жүріп кеттім деген сәтінде Норман жалт қарап, ненің не екендігін түсініп, біртүрлі болып, мен кеттім дейді. Әлбетте, Питер оның гоблин екендігін әлі білмейді. Гарри, әке мен қызыммен таныстырғым келіп еді ғой десе, балам, бұлардың барлығы қазір күл сияқты. Үйленіп болған соң басыңа шығып, шынайы келбетін ашады. Одан керегіңді алдан тастап кет деп, анда есіп отқан MJ-ге қатты тиеді. Қыз, неге салпайып тұрын десе, жігіт, ол менің әкем, ұнатпаса кете бер деп ұрсып қалады. Үйінде Норман альтер эгосымен, мен Питерді өлтіре алмаймын, ол жақсы бала деп жырлап жатқанда, эгосы, жоқ, ол бізге кедергі келтіреді. Оған сабақ беріп, оның дәл жүрегін жаралаймыз деп кадр Мэй апамызға ауысады. Қайтыс болған атамызға дұға оқып отыр еді. Гоблин жалғастыр деп әйелді өлердей қорқытып шокқа түсіреді. Ауруханаға атып кіріп, палатада бұл сары қорқынышты көздер деп үркіп жатқан апамызды көріп, сары көздер ол мен жайлы біле ма не деп аптырап қалады. Апамызға келіп, бұның барлығы менің кесірмен деген ойда отырады. Кейінде MJ келіп, апам қалай деп Гарри кешірім сұрап қоңырау шалып жатыр. Жауап бермедім. Негізі мен басқа біреуге ғашықпын, бірақ қазір айтқым келмейді деп еді. Мэй апамыз білдірмей көзін ашып әңгімелерін естіп отыр. Питер, кім ол десе, өлмекші адам дегеніне, мен оның бейресми фотографымын дейді. Ол мен жайлы сұрады ма? Иә, мен оған MJ сияқты қыз жоқтың қасы. Оның шашы, мінезі керемет деп қыздың көзіне қарап отырып, шын сезіммен ғажап сөздер айтып береді. Қыз, шынымен сол айттың ба деп елжіреп қалады. Бала тағы да ұялып қалады. Мэй апамыз пәлдірмей мәз болып жатыр. Қыз мұндай сөздерден жібіп, оның қолын ұстап алады. Сол сәтте Гарри кіріп қалып, ол екеуінің қол ұстасып отқан байқап қалады. Кешкі үйіне келіп, Гарри біртүрлі күлкінің даусын естіп еді, әкесі шыға келеді. Баласы, сенің айтқаның шын екен. Мэри Джейн Питерді жақсы көретін сияқты дейді. Питер ше оны сүйе ме? Иә, ол оны 4-ші сыныптан бері жасырын жақсы көреді. Әкесі, балам, мен сені жақсы көрем, уайымдама. Мен әділеттік орнатамын деп, екеуі қатты құшаққа беріледі. Мэй апамыз оянып, MJ екеуіңді көрдім. Сен оны 6 жасыңда көшіп келгелі жақсы көресің. Қыздан басқаларының бәрі бұл жайлы білет деп еді. Жігіт, иә деп, дереу шығып, оған қоңырау шалып, біраз жауап бермей, ақыры тұтқаны алып, бізге таныс күлкіні естиміз. Мэри Джейн қайда? Қыз оянады. Қайда? Мосттың төбесі. Гоблин белгі беру үшін жарылыс жасайды. Өлмекші сигнал байқап, кино өзінің кульминациясына жақындайды. Жарылыстың кесірінен балалар толы тросқа жалғанған кабина құлап, Гоблин ұстап қалады. Кейіпкеріміз жібін қатты тартып, мостқа ұшып келеді. Қараса, Гоблин оған, балалық шақтан сүйетін қыздан таңдайсың ба? Жоқ, пеште балақайларға толы кабинаны таңдайсың ба? Біреуін ғана құтқара аласың деп, екеуін де жібере салады. Қиын таңдау. Дереу іске кірісіп, қызын ұстап алып, құлап баратқан кабинаға ілеседі. Жұбатып, екеуін де құтқарып қалады. Бірақ өлмеге үзілуге әзер тұр. Гоблин ал көрелікте бақылап тұр. Астында кеме біз көмектесеміз деп
келе жатыр. Жібі үзілуге сәл қалды. Қызына астына кабинаға түс дейді. Қорықса да түсе бастайды. Гоблин келіп кедергі келтірмекші болады. Бірақ өрмекші қайтпайды. МJ құлап баратып кабинаны ұстап өле жаздайды. Гоблин тағы келе жатыр. Жай-жаймен төмен түсіре бастайды. Глайдердегі пышақпен дәлдеп келе жатыр еді. Біреу бір нәрсе лақтырып кедергі келтіреді. Қараса, мостта тола адамдар «Қора, өлі, кет» деп өрмекшіге көмекке келеді. Сол уақыт ішінде бәрін аман-есен астындағы кемеге түсіреді. Бірақ Гоблин оны жіпке аулап, тасталып кеткен үйге лақтырып жіберіп, зорға қонған соң еді. Байғұстың жағдайы мүшкіл. Гоблин келіп, менің сынамсында алуым керек еді деп тік-тік еткізіп, шаршап тынған кейіпкерді балаша ұрып жатыр. Өрмекпен атып көреді, түк шықпайды. Соққының артынан соққы. Өлім аузындағы жігітке, сенен кейін қызыңа барам деп еді. Бұл сөзден жігіттің екінші тылсымы ашылып, оны қарумен бірге дуалға лақтырып, оның үстіне түсіреді. Тұрғаны сол еді, енді оның кезегі келіп, зықылдатып тегістей бастайды. Болмаған соң, Питер тоқта, бұл мен деп масканы ашады. Мистер Осборн, мен Гоблин менің саныма кіріп кетті. Бұның барлығы соның тірлігі деп тұрып, жай қолындағы кнопканы басып, глайдерін ұшырып тұрып, міне қолым, сен маған олынбайсың десе, жоқ, менің жалғыз әкем болған, Бен Паркер. Онда саған аттан деп глайдерін ұшырып еді. Осборнның аузынан Питер, Гарриге айтпашы деген сөз шығып, бақилық болады. Норманың денесін алып, өзінің үйіне алып келген сәтінде, оны Гарри көріп қалып, не істедің деп қаруын алып қалса, ол жоқ. Ертесі Норманың желеуіне келіп көңіл айтса, досы бұның барлығына кінәлі өрмекші адам. Қайтыс болған әкемнің атымен сөз берем. Оны өлтірмегенше тынышталмаймын. Сенен басқа ешкім жоқ деп құшақтайды. Паркер іштей не істесем де жақындарым зардап шегіп жатыр деп көкесінің қабірінде тұрғанда МJ келіп мені қалай бар солай қабылдайтын еркек сен ғанасың деп өзінің сезімін білдіріп екеуі сүйісіп еді. Питер қаламаса да жоқ ренжіме, жай ғана дос болып қалайық деп бұрылып кетіп баратып іштей мен әрдайым бір ғана сөзді ұмытпаймын. Күш артқан сайын жауапкершілік те артады. Бұл менің сыйым, менің қарғысым, мен кіммін? Мен өрмекші адаммын. Достар, егер кино 1,5 мың лайк жинаса, рейтингі бұдан да жоғары өрмекші адамның екінші бөлімін шығарамын.